Әрқашан шаршап, көңіл күйіңіз болмай, істеріңіз алға баспай, вообще өзіңіздің жасап жүрген жұмысыңызды жасағыңыз келмей, тек қана ұйқыңыз келе беретін, бір энергияңыз жоқ, сондай күйде жүрген болсаңыз, бұл сіздің энергияңыз мүлдем басқа жаққа ағып кетіп жатыр деген сөз. Ал оны мен сізге мына жерге картинка қоям. Ол қалай кетіп жатыр, оны қалай қайтарамыз? Қайтарамыз біз жаңағы медитация арқылы. Енді біздің энергиямыз қайда кетіп жатыр десеңіз, сіз өткен шақтағы заттарды ойлайсыз ғой. Сіз ойлаған затыңызға сіздің энергияңыз кетіп жатыр. Немесе сізге белгілі күн сайын дағдылы түрде жасалатын болашақтағы заттарды ойласаңыз, соған да кетеді энергияңыз. Мысалға сіздің бастықпен отношениеңіз онша емес болса, сіз бастықты ойлаған кезде сізде раздражение сондай пайда болады да, сіздің энергияңыздың жартысы уже соған кетіп қалды. Сондықтан біз саналы түрде өзіміздің ойымызды жақсы, өзіміз қалаған затқа қарай ойлап жібереміз. Өзімізге плюс әкелмейтін, пайда әкелмейтін заттарды бәрін ойламаймыз, алып тастаймыз. Вот медитация кезінде мен жаңа сізге айттым, сол заттардың бәрін ала беру керек. Қалай энергия ол басқа жаққа кетіп қала береді деп онша түсінбейтін адамдарға мен сіздерге түсінікті етіп айтайын. Мысалға физикада бір күшті эксперимент болған, және ол деген кванттық физиканы, полностью квантовый әлемді өзгерткен да. Ол экспериментте мына жерге астына мен сізге фотосын қоятын боламын. Сонда біріне наблюдатель қояды, біріне қоймайды. Сонда наблюдатель бар экспериментте анда атомдар, электрондар бар. Ал наблюдатель жоқ болған кезде электрондар ол жерде жоқ. Ол не деген сөз? Наблюдатель дегеніміз ол біз. Мысалға сіздің ойыңыздағы наблюдатель сіз өзіңіз. Назарыңызды, вниманияңызды берген зат болады да, ал сіздің вниманияңызды бермесең, ол зат жоғалып кетеді. Болды. Яғни біз оны қарапайым тілмен айтатын болсақ, сен қандай затты көбірек ойлап, назарың